мен жастарға сенемін. Көздерінде от жайнар, сөздерінде жалын бар, жаннан қымбат оларға ар. Мен жастарға сенемін. Жас қырандар балапан, жайып қанат ұмтылған, көздегені көк аспан. Мен жастарға сенемін. Жұмсақ мінез жібектер, сүттей таза жүректер, қасиетті тілектер. Мен жастарға сенемін. Таусосындай гүлдер, айбында асқар келімдер, алтын арқа жерімдер. Мен жастарға сенемін. Қажу барма тұлпарға, талу барма сұңқарға. Мен жастарға сенемін. Алаш айбынды ұраны, қасиетті құраны, алаштың олар құрбаны. Мен жастарға сенемін. Мен сенемін жастарға. Алаш алтын аспанға шығарар олар бір таңда. Мен жастарға сенемін. Тұңғыш президенттің тарихи мәдени орталығында Жастар күні қарсаңында дәстүр мен ғұрып жобасы аясында бала тәрбиесі ұлт келешегінің кепілі атты диалог алаңы өтті. Ұлт келешегі жайлы келелі мәселені талқылауға Теміртау қаласының ақсақалдар алқасының мүшелері, ардагер ұстаздар мен мектепке дейінгі мекеме мамандары, кітапханашылар, бала тәрбиелеп отырған жас отбасылар мүшелері, 55-16 әскери бөлімінің сарбаздары қатысты. Іс-шараның мақсаты өскелең ұрпақты ұлттық құндылықтарға тәрбиелеу, ұлттық тәрбиенің маңызын түсіндіру және бала тәрбиесіндегі келелі мәселелерді талқылау болды. Диалог алаңында ұлағатты ұрпақ тәрбиелеудің маңызы жайлы тағылымды әңгімелер айтылып, ұлттық тәрбие беруді насихаттайтын бейнебаяндар көрсетіліп, ұрпақ тәрбиесіндегі кеткен кемшіліктер жайы талқыланды. Тәрбие тал бесіктен басталады демекші, баланың тәрбиесіне тікелей ата-ана байланысты және бала бақша мен мектепте жалғасады. Әдемі бала бақшасының директоры міндетін атқарушы Алишева Гүлбану бала бақшадағы бала тәрбиесінің маңызы мен міндеттері және өз жұмыстарындағы жетістіктер жайлы сөз қозғады. Ал Теміртау қаласының орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің кітапханашысы Данагүл Өмірбаева кітап білім бұлағы демекші, баланың кітап оқуға деген қызығушылығын қалай көтеруге болады деген мәселе бойынша өз ойын ортаға салды. Шараға қатысқан көпті көріп көңілге түйгені мол ардагерлер де өз тәжірибелерімен бөлісті. Қазақ халқының бала тәрбиесінде ұлттық құндылықтарға, ұлттық тәрбиеге ерекше мән берудің маңызы туралы айтты. Кездесудің соңында тұңғыш президенттің тарихи мәдени орталығының басшысы Саида Саргизова алғысын білдіріп, белсенді қатысушыларға алғыс хаттарын табыс етті.